Сәлеметсіздер балалар. Бүгін бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен жол саламын. Фигуралар мен заттардың пішінін атаймын. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Армысың аспан ата, армысың жер ана, армысың нұрлы күн, күліп шықты күн бүгін. Енді біз бірден 20-ға дейінгі сандарды тура және кері санаймыз. Біз бұны сабақта мектепте орындап жүрміз, сондықтан да маған аудио арқылы кері байланыс жасайтын боласыңдар. Енді фигураларды есімізге түсіреміз. Мынау бізде дөңгелек немесе шеңбер деп атаймыз. Ал мынау бізде шаршы. Шаршының 4 қабырғасы тең болады. Ал мынау үшбұрыш. Одан кейін бізде цилиндр және сопақша. Бұлар бізде геометриялық фигуралар. Біз фигуралардан әртүрлі бейнені жасап шығара алады екенбіз. Енді кітабымызды ашып тапсырмаларды орындаймыз. Бізде бірінші тапсырмада машинелер жүрген жолдың пішінін ата. Машинелер қандай фигуралар тасып жүр дейді. Мына жерге қараймыз балалар. Мына жерде әртүрлі машинаның жолдары берілген. Мына жерде бізде тік төртбұрыш. Мына жердегі машинаның жолы үшбұрыш. Ана жердегі машинаның жолы бізде дөңгелек екен. Енді қараймыз балалар. Әр машина қандай фигуралар тасып жүр? Осыны маған айтып бересіңдер. Одан кейін мына жерде бізде фигуралар берілген. Осыларды біз үйде қолымызда қандай зат бар? Санағыш болса, санағышпен, немесе түрлі түсті қаламмен, немесе жіптен осындай фигураларды құрастырып саламыз. Мысалы, мынандай секілді. Мына жерде бізде тік төртбұрыш, мына жерде шаршы, мына жерде бізде үшбұрыш құрастырылған. Енді бұны орындап болғаннан кейін кітаптың екінші бетіне қараймыз. Мына жерде бізде ойыншықтар берілген. Мынау бізде кеме. Кемені бізде үшбұрыштан, шаршыдан және дөңгелектерден құрастырған екен. Мына жерде пойызды шаршылардан, тік төртбұрыштан, жарты шеңберден және шеңберден құрастырылған. Мынау бізде ұшақ, ал мынау бізде жүк көлігі. Бізге мына жерге үшінші тапсырмаға машинаның суретін фигуралардан сал дейді. Мына жерге біз өзіміз фигуралардан ойдан құрастырып машинаның суретін салатын боламыз. Кітаптағы тапсырмаларды орындап болсақ, енді біз қосымша жұмыс жасаймыз. Мына жерде бізде бір санның құрамын кембір қосақ әдісі арқылы тауып, жанындағы кестеден бір санның құрамы 0 мен 1 екенін тауып сызамыз. Ендігі тапсырмада біз суреттерді салыстырамыз. Келесі тапсырмада екі санын сәйкес келетін суреттермен байланыстырып сызып қосамыз. Осымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.